Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер жолдасымның каналына. Бүгін мен сіздерге коржик рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, жұмыртқа, сары май, сүт, жұмыртқаның сарысы, қант, ванильный сахар және разрыхлитель. Алдымен ыссы сүтке қант, ванильный сахар қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майға жұмыртқаны қосып, венчикпен араластырамыз. Екі қоспаны бір-біріне қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлитель қосып, қамыр елейміз. Нан тақтайға ұнымызды сеуіп, қамырымызды оқтаумен жаямыз. Жайылған қамырымызды осылай дөңгелектеп кесіп шығамыз. Портфелді алдын ала дайындап қойдым. Коржиктарымызды салып, жұмыртқаның сарысымен үстінен жағып шығамыз. Коржиктардың үстімен осылай етіп, шаңашқамен өтіп шығамыз. 180 градусқа 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, коржиктарымыз дайын болды. Міндетті түрде жолдасымның каналына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен болған Наурызбек. Менің озвучым ұнады ма?